Ыбырай Алтынсариннің бір уыс мақта әңгімесі. Бір кішкентай қыз әкесінің шапанын жамап отыр екен. Шешесі қасына отырып ақыл айтты. Балам, дүниедегі жаратылған жанды жансыздардың еш қайсысының да керексіз болып жерде қалатыны болмайды деп. Сол сөзді айтып отырғанда қыз бала киімін жамап болып, жердегі мақтаның қиқымын терезеден лақтырып далаға тастады. Әже, осы қиқымның еш нәрсеге керегі бола қалмас, деді. Шешесі: балам, ол қиқымда жерде қалмайды, дейді. Осылайша сөйлесіп, терезеден қарап отырса, бағанағы мақтаны жел көтеріп ұшырды. Оны бір торғай көріп, қуып барып, мақтаны тұмсығына тістеп қана алып ұшып кетті. Қыз әжесінен: бағанағы мақтаның қиқымын бір торғай алып кетті, оны не қылады? Деп сұрады. Әжесі айтты: көрдің бе балам, күн айналмай бағанағы айтқан сөздің келгенін. Ол кішкентай мақтаны торғай ұясына төсеп, жас балапандарына мамық етеді, дейді.